Кешегі Абылайдың заманында жеріңді жаулайтұғын себеп іздеп, шығыстан қаптап кепті қалыңғытай еліңе тосқауылсыз енеміз деп. Бірақ күнде жаулап ап кең далаңды қаныңды су шағызып төгеміз деп. Бар қазақ атқа қонған елді қорғап, өсекте жерді қорғап өлеміз деп. Батырлар сескенбепті көп дұспаннан, келсен кел сыбағаңды береміз деп. Қас батыр Қабанбай уайымдапты, жеңін қойшы әйтеу жеңеміз деп. Бірақ та соншама көп Қытайдың өлігін қайда ғана көмеміз деп. Айналдым ерлігіңнен бабаларым, тарихың бізге жеткен кемеліз боп. Ал қазір Қабанбай жоқ Абылайда, қазақтың Абылайдай ханы қайда. Қарабасын ойлаған шенділерім, Қытай кірсе табарма тәуір айла. Азғындықпен арбалмай Айдаһарға ертеңгі ұрпағыңның қамын ойла. Ұмыттырып қауіппен күдікті бар, залым Қытай бетіңе күліп тұрар. Бетіңе күлгендей боп көрінгенмен ішіне арам ойын бүгіп тұрар. Көз салып қазақтың кең даласына қызғаныш қызыл иті үріп тұрар. Ал біздің жемқор шенеуніктер ақша десе құлқыны құрып тұрар. Тамағына ас салып, табағына ас салып, ченділердің тамағына парасын тығып тынар. Қытайдың ақшасына алданғандар ұлтыңның қауіпсіздігін ұмыт қылар. Қақпайды сотыңды да, заңыңды да бастайды кіріп алып былықты бар. Жеріңді жүндей түтіп түбіт қылар, жайқалған орманыңды шыбық қылар. Қаруыңды сайламасаң осы бастан, тамырыңды бір күні қиып тынар.